Сұйықтықтардағы қысым және Архимед заңы. Сұйықтықтар физикасының іргелі заңдары, қысымның таралуы мен денелердің жүзу құбылыстарын зерттеу. Сұйықтықтағы қысымның негізгі қасиеттері. Қысымның анықтамасы. Сұйықтықтағы қысым бұл сұйықтық бөлшектерінің бірлік бетке түсіретін күші. Қысым барлық нүктелерде әрекет етеді және сұйықтық тығыздығына, тереңдігіне тәуелді болады. Формула P тең Fs, мұндағы P қысым, F күш, S бет ауданы. Барлық бағытта әрекет етеді. Қысым кез келген нүктеде барлық бағыттарда бірдей мәнге ие. Тереңдікке тәуелді. Тереңдік артқан сайын қысым ұлғаяды. Тығыздыққа байланысты сұйықтықтың тығыздығы жоғары болса, қысым да жоғары болады. Паскаль заңы қысымның барлық бағытқа таралуы. Жабық ыдыстағы сұйықтыққа түсірілген қысым өзгеріссіз барлық бағытқа және сұйықтықтың барлық нүктелеріне бірдей таралады. Блез Паскаль, 1653 жыл. Бірінші, қысым түсіру. Сұйықтықтың бір нүктесіне сыртқы қысым әсер етеді. Таралу процесі. Қысым сұйықтық арқылы барлық бағытқа жылдам таралады. Бірдей мән. Ыдыстың барлық нүктелерінде қысым бірдей шамаға ие болады. Практикалық қолданыс. Гидравликалық пресстер, тежегіш жүйелер, гидравликалық көтергіштер барлық Паскаль заңының негізінде жұмыс істейді. Гидростатикалық қысым және оның тереңдікке тәуелділігі. Гидростатикалық қысымның формуласы P тең PGH, мұндағы P по сұйықтықтың тығыздығы килограмм метр куб, G еркін түсу үдеуі 9,8 метр секундына квадрат. Тереңдік ол H. Маңызды. Гидростатикалық қысым тек тереңдікке тәуелді, ыдыстың пішіні мен көлеміне тәуелді емес. Бірінші, атмосфера теңіз деңгейіндегі қысым. 10 метр тереңдікте әрбір бір атом қосылады. 1000 метр атмосферада матриналық шұңқырдағы қысым 11 километр болады. Қысым беттердегі сұйықтық қысымның ерекшеліктері. Капиллярлық құбылыстар жіңішке түтікшелерде сұйықтық бетінің қисаюы, Мениксус құбылысы су ыдыс қабырғасын дымқылдатады және вогнуттық мениск құрайды, ал сынап керісінше дөңес меникс жасайды. Беттік керілу әсері сұйықтық молекулаларының арасындағы тартылыс күші. Қисық бетте қысымның өзгеруіне әкеледі. Беттік керілу күші қисықтық радиусына кері пропорционал. Лаплас формуласы. Қисық беттегі қысым айырмасы P тең 2 ор, мұндағы А беттік керілу коэффициенті қисықтық радиусы. Бұл формула сабын көпіршіктерінің қасиеттерін түсіндіреді. Денелердің сұйықтыққа жүзу құбылысы. Кемелердің жүзуі. Кемелер болаттан жасалғанына қарамастан, ішкі бос кеңістіктің арқасында орташа тығыздығы судан төмен болады. Мұздың қалқуы. Мұздың тығыздығы судан 10% төмен, сондықтан айсбергтің тек 10% су үстінде көрінеді. Ағаштың жүзуі. Ағаш материалдарының тығыздығы судан төмен болғандықтан, олар су бетінде еркін қалғып жүреді. Дененің сұйықтыққа жүзуі немесе батуы. Екі күштің арақатынасына байланысты. Ауырлық күші және Архимед күші. Бұл күштердің теңдігі дененің тепе-теңдік жағдайын анықтайды. Архимед заңының тұжырымдамасы және дәлелдемесі. Архимед заңы. Сұйықтыққа батырылған денеге сол дененің ығыстырылған сұйықтықтағы тең итеруші күш әсер етеді. Математикалық түрі Fa P сұйық көбейтілген G көбейтілген V бат. Дене батырылады, дене сұйықтыққа толық немесе ішінара батырылады. Сұйықтық ығысады. Дене белгілері бір көлемдегі сұйықты ығыстырады. Күш пайда болады. Ығысқан сұйықтықтың салмағына тең жоғарғы бағытталған күш әсер етеді. Ертеректе Архимед бұл заңды біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда ашты. Аңызға сәйкес, ол ванна қабылдап отырғанда патшаның тәжінің таза алтыннан жасалғанын тексеру әдісін ойлап тапты және Эврика деп айқайлап көшеге шығыпты. Архимед күшінің есептелуі және практикалық мысалдары. Есептеу алгоритмі. Батқан көлемді анықтау. Дененің сұйықтыққа батқан белгінің
көлемін есептеу. V бат сұйықтықтың тығыздығын анықтау. Пи су үшін 1000 килограмм метр куб. Архимед күшін есептеу формула бойынша Фа тең PG V бат. Практикалық мысал есеп. Көлемі 0,5 метр куб болат блок суға толығымен батырылған. Архимед күшін табыңыз. Шешімі Пи су тең 1000 килограмм метр куб, G 10 метр секунд квадрат, V тең 0,5 метр куб. Фа тең 1000 көбейтілген 10 көбейтілген 0,5 5000 H. Жауабы болат блокқа әсер ететін Архимед күші 5000 H-ты құрайды. Бұл күш жоғарғы бағытталған. Денелердің батуы және жүзуі, қалқып шығу шарттары. Дене батады, шарт Пи дене, Пи сұйық, ауырлық күш Архимед күшінен үлкен. F ауыр, Фа мысалдар тас, темір, алтын суда батады. Дене қалқиды. Шарттар дене сұйық, ауырлық күші Архимед күшіне тең. Мысалдар ағаш, мұз, кемелер су бетінде жүзеді. Дене ілінген күйде, яғни күштер толық теңесіп, дене кез келген тереңдікте тұрады. Мысалдар балықтар су қуысын реттеп, ілінген күйде жүзеді. 21% қалқып шығу, мұз судың тығыздығынан 9%-ға жеңіл. 50% ілінген күй, балықтардың дене көлемінің жартысы су қуысы. Алтынның тығыздығы судан 19 есе жоғары, 790%. Архимед заңының техникада және табиғаттағы қолданылуы. Кеме жасау. Кемелердің дизайны Архимед заңына негізделген. Ығыстырылған су көлемі кеменің салмағын көтеруге жеткілікті болу керек. Заманауи лайнерлер мен танкерлер осы принциптің нәтижесі. Су асты кемелері, субмаринарлар, балласт теснарлар суға толтырып немесе босатып, өздерінің орташа тығыздығын өзгертеді. Бұл оларға су астындағы батуға немесе қалқып шығуға мүмкіндік береді. Аэростаттар ыстық ауа шарлары мен дирижаблар ауадағы Архимед заңын пайдаланады. Жылы ауа салқын ауадан жеңіл болғандықтан шар көтеріліп ұшады. Балықтардың жүзуі. Балықтар су қуысын плавательный пузырь пайдаланып тығыздықтарын реттейді. Бұл олардың энергия жұмсамай-ақ су астына белгілі тереңдікте тұруына көмектеседі. Ареометрлер сұйықтықтардың тығыздығын өлшеуге арналған аспаптар. Ареометр әртүрлі сұйықтықтарда әр деңгейде батады. Бұл тығыздықты анықтауға мүмкіндік береді. Құтқару жилеттері. Құтқару жилеттері адамның орташа тығыздығын азайтып, оны су бетінде ұстап тұрады. Олардың ішіндегі жеңіл материалдар үлкен көлемді Архимед күшін қамтамасыз етеді. Қорытынды. Архимед заңы физиканың ең маңызды заңдарының бірі. Оның әсері өнеркәсіптен бастап табиғаттағы тіршілік процестеріне дейін кең таралған. Бұл ғылыми принциптің түсінігі инженерлік жобаларды әзірлеуде және табиғи құбылыстарды түсінуге өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Ал